Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен түрік елінде туристерге өте танымал, бірақ қарапайым әдіспен жасалынатын түрікше көзлемені дайындайтын боламыз. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда алғашқылардың бірі болып видеоларымды тамашалай аласыздар. Ал кеттік, онда бірге жасайық. Ең алдымен бөлме температурасындағы суға тұз, май және ұнымызды екі бөлікке бөле отырып қосып, қамырымызды илеп дайындап аламыз. Қажетті тізімді видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Қамырымызды осылай илеп дайындап алдық. Енді бетін жауып, аздаған уақытқа қамырымыз тынғанша қалдыратын боламыз. Біз осы уақытта арасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Менде осындай көк пияз, укроп, петрушка барлығын араластырып турап дайындап аламын. Бұл өз қалаңызша тек қана көк пиязда немесе басқа да шөптердің түрлерін пайдалануларыңызға болады. Көк пияздарымызды осылай турап дайындап алдық. Укроптарымызды майдалап турап аламыз. Енді осыған мен эмирдің брынзасын пайдаландым. Ірімшігін пайдаландым. Терканың ірі көзімен өткізіп дайындап аламыз. Енді жаңағы укроп, көк пиязымыздың үстіне ірімшігімізді де салып, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай қоспасыз, ешқандай артық салмасыз, тек өзін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы уақытта қамырымыз да дайын болды. Сондай жұмсақ, әдемі қамырымыз дайын болды. Енді осыны екі бөлікке бөліп, ол бөлікшелерде бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Осы бір зуала қамырдан 12-15 штук арасында көзлемелер шығады. Енді қолымызбен икемдеп, барлығын осылай дөңгелек формамызға келтіріп аламыз. Екінші рет көрсетіп жатырмын. Осындай икемдермен осылай дөңгелек формаға келтіріп алдым. Барлығын дайындап алдық. Енді осының бетін жауып қоямыз. Басқа қамырларды жайып болғанша беті кеуіп, қаязып қалуы мүмкін. Сол үшін бетін жауа отырып, қамырымызды бір-бірлеп жайып дайындап аламыз. Барлығын жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Ары қарай да тағы да осылай қолыммен созып, тағы да үлкейтіп алдым. Барынша осылай жұқартып, осындай жұқа әдемі қамырымыз дайын болды. Екінші қамырды осылай жайып, екінші қамырды көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай қолымызбен айналдыра отырып, тағы да көлемін үлкетіп, созып, жұқартып алатын боламыз. Енді арасындағы салмамызды салып, салмамызды салып алдық. Енді қамырымызды үстінен жауып, как пирожкиді жасағандай осылай барлық шетін жабыстырып, содан соң вилканың көмегімен тағы да бір бастырып шығамыз. Дайын болды. Барлық қамырды осылай алдын ала дайындап алдым. Осындай болып шықты барлығы. Енді табамызды қыздырып, қызып тұрған табамызға бір-бірлеп пісіріп алатын боламыз. Астыңғы бөлігі осылай қызарып піскен кезде келесі бетін ауыстыра отырып, осылай пісіріп аламыз. Ешқандай майдың, ешқандай көмегінсіз, тек қана қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Екіншісінде көрсетіп жатырмын. Осылай кішкене көтеріледі. Екінші бетін жылдам ауыстырып, осылай пісіріп аламыз. Екінші бетін ауыстырғанда да осылай кішкене көтеріліп, ісіңкірейді. Оның үстін баса отырып, астың толық піскенін қадағалаймыз.
міне асты да толық пісіп қызарған уақытта міне дайын болды деген сөз. Міне барлық gözлемемізді осылай дайындап алдық. Дәмі енді керемет болып шықты, маған қатты ұнады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы.